По ту сторону экрана деп айталар ма? Орысша айтмышли, по ту сторону экрана. Аңлап болмай міне. Күні елтырға тиіші. 23 болғаны. Желі біраз болды 32 деп тыйыла дегенлер. Енді біраз нешік болды нәрсе болды. Желі тұқтаға шезірек яқшы. Енді қазір 15 деп елтіп ята. Еміш. Кеше мәселен болсын нехатты 20 неше. Бүгін 15. Вот шуны тұтыналар телевизордан. А ол бет жел, салқын яман. Бізден әсәлі буран бұрқырап тұра деп айталар. Бұрқырап тұра. Бірінші бөлікті сөйлегенім. Бізде буранлар хақында Оренбур өлкәсінің күрияғында ауыз ашып болған. Анда хатта Касимсотлар Чилилери аны тәгәрмәші бет сур алар де хатта қарға батып де Касимсотлар де қарға батып шыға алмай ятқанлар біздің яқта шылай күшлі. Әлі бір уақытта әти марқұм Шабан болғанда үйге кіріп шыққан инәсәдір деп. Менің інім бәлекәй, енді біз бәлекәй шақта орамға шығас келі. Әти айта, мен рахатланып үйде отырып болса деп. Шыншы келі, міне кімні мәселен нәрседей шорт қоша делер. Кімдір енді әзірәк мацион деп шыға орамға. Кім міне іш білен ері әлі мұшада отырған шақта тыңлап отырдым. Екі еркіш сөйлеші қышта шуынды суықта шілер екен. Енді міне үйге қайтып келгенде мен орыс тілінде сөйлеген хатта бірсі хоккейшіларға мен танқит сөзіне сөйлеген. Шында имеш мені өзімді танқитлап тілемесең имеш қарама деп yazған. Мен ашуым келді да мен айтам, кімдір мұнда 35 мың үшін ана дворниклар деген салқында, желді қоты берейлер ішлеп. Мәселен, әйе, анда да юнлеп ішлемесе, аларыны яштырфавайтелер енерсе, бірісі той биғылса, аяғын сындырса, неха детам деп айтасыз ме? 35 мың алған кішіні бәйлене башлайсыз. Некул ақшасын алып ішлемей деп. Жоқ, тағы. Енді той биғылсағызында енді әне қойсы уақытта шу. Біз енді ашуланып кетеміз той биғылғанда. Алар шу дворниклар мәселен алардың ішлері қотлаулы суықта. Енді қайтып келгенім мен анда. Ана трактор кетіп бара қаршы старталар. Шунда ирлер ішлеп берілер. Ял күнге қарамастан ішлеп берілер қаршы стартып. Вот. Шу міне іліктен келген шу біздің ауылдағы кіші әтленіп әлі аны енді нәрсе деп айтылар не? Идеализировать, идеал етіп көрсетер енді идеал татарша нешегеді міне идеал мәсір. Дәмәктар тағалар қызларында. Не? Ауылының кеше мен мұшаза тыңлап отырам. Қара мұшасын мақтадылар, тігілейді, бұлайды. Ауылда тұрас келмейлер. Ауылыны гіл шултығы ненде енді матур түсілердегіне кетірелер көзге ауылының ітләнген кішіні нешіганда азапланғанларын бірді көз алдына кетірмейлер. Шахар кішісі мәселен ауыл кішісі бейнетләніп, ітләніп, қазы үстірсін, мәселен сыйыр үстіріп, қатық нейінде май алып келсін. Шахар кішісі қибат деп тұра, шынки ол кибітке барады. Кибітті хақын түсірген анда комбинатлар шумар біткенлер, мәселен маргаринны, нәрсәмі, пальма майын
тутыралармы арасына тағы нәрсе кішіні йомшақ май деп алдап, әлі оқығаным 72%-тан түбәнірек болса май, ол де май шын май түгіл деп түрліше. Ауыл кішісі келе шәһәргә мәселен базарда тұра, өзі саталмай. Тігі перекупщик деп атылар бит. Алар енді рахатлана енді алар қайсы уақытта. Арзанырақ алады, қиматырақ қоя. Қазір енді міне ол конкуренция болмағанда нәрсе деп атылар орыс тілінде сговор дейлер мәселен. Шул йомырқаны алығыз қазір қиматланып кетталар мәселен. Көп ризықлар алар мәселен сауда шirkтерінде өзара сөйлеше алалар. Айда бәяны көтерәбез, бір юлы бәрібіз деп. Чөнки аны бит шағыштыралар да. Ашуышыға халықтың айында бүтін жерде тең мәселен бәйлер бір түрлі мәселен болса, анда бит аларының аргументлары да біті. Шуңа күрә алар өзара. Ауыл кіші сол мәселен қайсы уақытта келеді міскін қимат бәйеге саталмай, шуңа күрә тезірек арзанырақ түсіріп жібереді, сатып жібереді. Ол тігі мәселе сіз базар янында тұрасыз, базардамы? Мен әлі көзге түшкәне бір ханым гіләні тауық етін алып барадыр мен. Ана салқын тигәндә шурпасы чәз. Җәмәгать беләсез ме? Мақти. Нишәрәт алдандым. Авылныкы ди, яхшы ди. Шурпасы зур тауық, ярты кисәк, ярты тауық, бір тауықны пешерәсең. Шурпасы тәме дә юк. Инде шуннан мәсәлән йомырка алганым ул 140 тирә, сиңа 130-га бирәм дигәне. Ал вакытта урамга чыксам, анда инде біраз шумарганнар 100-га саталар. Шиткәрәк барсам, хатта авылдан килгән бір ханымны яла. Чөнки шын җитештерүчеләр алар сатырга уялып торалар. Үз хезмәт җимешен уялып торалар сатырга. Шуңа күрә ул нәрсә ди? 80 сум дидеме? Дистәсе. Бір Кавказдан килгән адам алар инде шунда кыю ул әйтә. Икәвен ди 20 алам ди. 75-тән бирсәң ди, бу ярый дип сатып җибәрде. Менә күрдегезме? Саудагар тиге 130, 140 дип тора. Булар күрдегезме? Ике хак. Бу урамда җитештерүче арзанга сата да китә. Чөнки җитештерүченең вакыты юк торырга. Саудагар ул менә шул тиге нәрсә, они не сеют, не жнут ди. Весело живут тимы, нәрсә дип урысча әйтәләр, шул кайсы вакытта аптырыйсың. Ник менә бездә шундый шартлар тудырмаганнар? Мәсәлән, шул җитештерүче кешегә аны аңлап булмый инде. Хәзер инде җәмәгать элеккечә авылдан китереп сөт тә сатмыйлар. Кибеттән алалар сөтне. Анда инде кылганып кайсы нәрсә дип әйтәләр инде. Шуны алмыйлар, хатта авыллы кыз кибеттән алалар, Қазақстанда авыз ачып булмады, җир көчле. Қазақстанда мин вакытында барганым, инде бу элек татар күбернашкан тарихи анда. Мәсәлән, Көнбатыш Қазақстан өлкәсе, ягъни Урал. Урал өлкәсе дип аталмый инде. Аны Көнбатыш Қазақстан өлкәсе дип атыйлар. Шунда мин бір шәһәрендә, район үзәге түгел инде, шәһәрдә булган, Аксайда. Кибеткә кирдем дә. Миңа әйтәм, бирегез сөт, тик аның саклау вакыты аз булсын дидем. Ахырында 3 айлык саклана торган сөтне бирделәр. Шунасын эшкәнем үтеп китте. Шул Уральский шәһәрендәме? Миңа туганнар утыра. Мактап, менә шушы сөт яхшы, ул ди, күп саклана ди. Менә мондый сөтне алсаң ди, ул ди. Дигәнчә әчеп китә ди. Шуны белмиләр ул. Тиз бузылган сөт ул менә шун сөт була кайсы вакытта. Ансы да бер сәбәбе бар инде, мәсәлән, ул тиге доярка сөт саучы кулын юнәп юмаса,
я пішірақ тіге нәрсе жилім шул тіге жилімін нетмәсә сыйырнан юмаса мәселен тағы жиләк мәселен анын пішірақ болса ол ашып кете инде сүті ансы да дұрыс инде ауыл сүті шәһәрнікі ол анда инде антибиотикны тутыраларда сақлансын деп сүт енді ол не файдасы бар. Ну, кіші алданып ала. Міне, наданлық ол тігі, наданлық жемағат. Сатып алушының наданлығы. Аны бір рамкаға да орнаштырып болмейді. Қызыңа қаршы. Алар қайсы уақытта шол білес келмей. Арзан деп. Аны бүгін дәлі міне кебітті сөйлешіп кеттік те. Бір мұнда бір фирма бар. ипи жетістіре тұрған. Аны неше қайында? Конкуренцияны да жеңілмей тұрайын ол. Чөнки анда біздің магнит пятерочка толды, аларның не арзанрақ ризықлары мында қибатырақ сыйфаты да бұл ненің мәселен кетіріп ипині шол саталар алар. Анын қабықлары искі май бір әшігенме май тәмі келе. Мен айтам, ну, бір яғынан аңлап болайын да дейм. Енді өзіме қалса. Чөнки міне магнит пятерочкалар миллиард оборот. Шуға көрі аларның енді сатып алалар көп тауарын алар арзан хақтан. Арзанырақ саталар. Бұлар біздің кейбітлер Татарстанда орнашқан фирмаларын. Алар білән ярыша алмай. Шуңа көрі енді шундай сыйфаты да. Ну, бар енді мәселен кішкіне гіне ипи пішіретірген пекарнялар. Алар ник? Алар қайсы уақытта алай қибатта түгілі. Ярыша алалар. Вот. Шуны айтасы келі. Ол міне бәлки бір сірі бардыр аны шунарда. Ол аны қойсан ненде неге ол аларда міне арзаныраққа түші ол. Алар енді міне алар енді мәселен көлемі жетіштіру көлемі аларының зор болмаса сыйфат бәйелері де аларының түбән болмасқа тиіс. Ну, аны бір айырым әңгімеде қозғалдырға бола ол теманы. Ол сірлері нәрсе де. Міне шул бұршы мәселен. Мен айтам, ол міне шошында біздің жетіштірген фирмаларыны әр шақта барып текшіріге бола. Сізні мәселен алдадылар, сыйфаты емсіз, түбән, әр шақта да барып текшіріге бола. Әлі қойын келген ол пятерочка магнитта сатыла мәселен рызықлар. Ол қайсы уақытта қарайсың. Хатта Рәсәйнің түрлі төбәкләрендә жетіштірген. Аны ойлап тұрасың, біздің Татарстанда ол андай рызық жетіштірмейлер мәлі. Ник бізде шулны сатмайлар. Хатта міне көрші жүмхіретлерден кетіріп саталар. Кибет толы. Ансыда сұраулар тудыра. Ол халық арзанырақ деп шуларны міне шана да шуларға, мәселен, шул пятерочка магнит тіләселер, бұл конкурент деп алар аланы буа башлы. Нешік? Хақын түшірәлер, демпинг деп ясылар да, демпинг кетіп. Шунасын халық, міне шошында арзан деп ала башлы. Бұл жерлі фирмаларының продукциясын алмайлар. Шунасын бұл продукция шықмай, бек көп әйінді іш орынлары азая, кішілерге қая ішке барға да білмейлер. Алар, мәселен, салым, яғни налог, жерлі салымны төле аламайлар, төлемейлер. Жерлі шәһәрдә, мәселен, бюджет әзірек қайыршыға айлене. Халық аны оңдамай. Алар, міне шул мезгілде кім арзанырақ сата деп, шунарға алданалар. Әлі хатта жәмәғат шанмасыз.
Hindistan şәйінде хатта неше раз ихтибар итәдерим. Менә бу шәй арзан дип, шул шәйгә кеше алдана. Ул бер вакытта хатта әле элек, әле бер 15 ел, әле күбрәк, әле 20 ел МК дигән бер 13 сумнан саталар. Халык шуны арзан дип алданып алган. Әле хатта бездә менә әйтә алам 2004 елгының күзе, мәсәлән, ноябрь айындамы? Ноябрь айында шундый кызык хәл булды. Бездә теге ничә народный дигән кибетләр ачылды. Кемдер истәдер аны, исендә. Анда инде шундый калабалык диләрме төркләр. Халык анда кысылып, шират басып алалар күбесе. Шунасын кеше ала, мәсәлән, анда язган казның нәрсә инде ул татарча печенка инде. Менә мин аны хата әйтергә куркып торам. Мәсәлән, ала ул казның дип кайта аша, анда язган, беләсезме? Менә ул вакытта фотога төшерергә кирәк. Шушка дуңгызның тиресен ваклап, хатта салганнар күбесе. Халык алданып, арзан саталар дип күбитеп аны ала, чөнки анда вак. Менә бездә кануннар да юк, таләп итәргә. Вак язмасыннар дип. Вак итеп язалар. Күп ризыкны. Хатта менә бер кибеткә кирдем мин монда шәһәрдә. Карасам менә ни сарделька дип язганнар. Нәрсә дигән? Тавыкныкы дигән. Соңыдан артыннан карасаң, анда иң беренче дуңгызның итен язып куйганнар. Соңыдан инде тавыкныкын язганнар. Инде Сауда канун буенча да, мәсәлән, иң беренче нинди анда компонент күбрәк, мәсәлән, шуның исеме торырга тиеш. Ул, мәсәлән, дуңгыз ите булса, беренче урында компоненты, анда шул язылырга тиеш. Исемендә, бигрәк тә исемендә булмаска тиеш. Кайсы вакытта теге арыш ипи дип язып куялар. Теге язуын карыйсың, язу вак язган, мәсәлән, арыш ипи икенче урында язылган. Исеме арыш ипи дип куйган. Ул да канунны бузу, чөнки беренче урында булмаган компонентны исемен куярга ярамый. Менә шул кануннарны бузалар да торалар. Элек булды, мәсәлән, комитет защиты потребителей дип, хәзер алар тик теге нәрсә, элек контроль функциясын алар алып барадыр. Хәзер кызганычка каршы алар тик киңәш кенә биреп торалар. Вакытында әле 8 елны килдеме, президент булып, Медведев әйткән, не надо кошмарить малый бизнес дидеме. Шуңа күрә бигрәк инде ана ирек бирделәр дә, алар безне кошмарить та башладылар инде. Теге җитештерүчеләр. Мин аны хатта санэпидстанциядә, газетта мин медицина алып барганда, мин шул санэпидстанциядә, мәсәлән, шалтыратадыр, алар килеп кибетне тикшерәдер. Хәзер чакыртсам, алар килеп, гариза языгыз. Гариза язсагыз, аблания тикшермәсме? Юк, без әллә 1 елга, әллә 2 елга бер тапкыр ди барып ди, алар да әле безне чакыра ди әле ди. Күрдегезме, җитештерүче? Хатта алар минемчә, хата булмаса, түләп тә түлиләр аларга килгән өчен. Эшен күрсәткән булалар. Кем чакыра инде аларны? Андый шартлар булгач инде. Менә шундый үзгәреп тора тормыш, җәмәгать. Безнең шулай, шундый ризыклар белән, шундый сыйфатлы ризыклар белән безне тәэмин итәләр. Менә монда нинди чыга торган юлы, белмим мин, кызганычка каршы. Кануннарны ныгайтырга мәллә, белмим. Сау булыгыз.